Сәлем қыздар, бүгін қантты тоқаш жасайтын боламыз. Алдымен ыдысымызға жылы сүт құямыз, 5 ас қасық шекер, құрғақ дрож, дәміне қарай азғантай тұз қосып жақсылап араластырып аламыз. 2 жұмыртқа қосамыз және ерітілген сары майды қосамыз. Жақсылап араластырып аламыз. Енді електен өткізілген ұнымызды қосып, 1 шай қасық дрож салып, жақсылап жұмсақ қамыр елеп аламыз. Дайын болған қамырымызды бетін жауып, жылы жерге көтерілгенше қалдырамыз. Қамырымыз осылай ашып көтерілді. Енді көтерілген қамырымызды кішкене бөліктерге бөліп шығамыз. Енді 5-10 минутқа тындырып қоямыз. Міне біздің қамырларымыз дайын, көтеріліп тұр. Енді орташа қалыңдықта жайып аламыз қамырымызды. Ортасынан сары май жағып, азғантай шекер сеуіп, видеодағыдай ораймыз. Дәл ортасынан пышақпен кесіп, тоқаштың формасын шығарамыз. Осылай арнайы формамызға пергамент қағазын төсеп, дайындаған тоқаштарымызды салып, үстіне жұмыртқаның сарысын жағып шығамыз. Қызып тұрған пеште 180 градуста 25-30 минутта пісіріп аламыз. Қыздар, міне біздің тәтті тоқаштарымыз дайын. Осы рецептпен сіздер де жасап көріңіздер, ас болсын.